Қараңдар, ашық тұқым өсімдіктері бізде қандай өсімдіктер жатты? Мана қарағай, сосын самырсын бар, шырша бар, иә. Бұлардың барлығы біздерде, бұлардың барлығы біздерде мәңгілік жасыл өсімдіктер болады, иә. Ағашты өсімдіктер. Жақсы. Қараймыз. Енді ағашты өсімдіктерде, ашық тұқымды өсімдіктерде бізде қарағайды мысалға алып отырмыз. Қарағайды білесіздер, мәңгілік жасыл өсімдік. Оның аталық түрлері бар, аналық түрлері бар. Мінекей, қызыл түсті болып тұрған ол бізде аналық, сары түсті болып тұрған ол бізде аталық, иә. Енді олардың құрылысымен таныс болатын болсақ, қараңдар, біздерде аналық бір тұқым бірінен тұрады, иә, мынаны жұмыртқа жыршысы деп айтсақ та болады. И мынау бір қабыршағы, яғни жау болады, иә. Сосын қараңдар, аталық бар біздерде, аталықтың ішінде мыналардың барлығы нелер, сперматозоидтары олар, иә. Жақсы, қараймыз. Мінекей, бізде аталық бүрдегі, қайда кетті? Аталық бүрдегі сперматозоид бізде спермилер аналықтың аузына келіп түседі, мына жақта былай келіп түседі. Сосын біздің аналығымыз келесі жылы жеміс береді, яғни осындай жасыл болады. Содан кейін барып мынау жұмыртқа шышысы пісіп жетіледі де, сосын кейін мына тұқым бүрі ашылады да, ішінен тұқым қабығы ашылады да, ішінен тұқым бүрі шығады. Сол мыналардың барлығы жерге түскеннен кейін сол жерде қайтадан қарағай өсіп шығады, иә. Мына бір видеоны қарайық, бұл қатты қиын емес. Мына жақты қараймыз. Бірінші не істеп жатыр? Мына сары аталық, мынау қызыл аналық. Так, мынау сарымен көрдіңіз? Сперма келіп түсті. Тұқым бүріне жел арқылы барады. Мыналар кішкентай көпіршік болып тұрған ол спермилер. Аналық тұқым бүрімен қосылғаннан соң тұқымындағы бір қабыршағы шайырмен бірігеді. Жабылады, мінекей. Одан кейін ұрықтану тек келесі жылы ғана жүзеге асады. Осы кезде біздің аталығымыз, аталық бүрлеріміз қурап түсіп қалады. Оған кейін аналық бүрінің пішіні үлкейеді және жасыл түске айналады. Бір жыл өткеннен кейін ұрықтану жүріп, зиготадан тұқым қабығына оралған ұрық дамиды. Осылайша, ашық тұқымды өсімдіктердің тіршілік кезеңі жүзеге асады. Қайтадан қарағай өсіп жатыр. Бұл тұқыммен қалыптасатын спорофит. Бізде алғаш рет осы ашық тұқымды өсімдіктерде тұқым арқылы көбею процесі пайда болды негізінде. Бұлардың жабық тұқымды өсімдіктерден айырмашылық қандай? Соны айтып кетейік. Олар жеміс түзбейді, гүлі болмайды, иә. Жабық тұқымды өсімдіктер, білесің, гүлді өсімдіктер ғой, жеміс түзетін, иә. Солардан айырмашылығы осындай болып келеді, иә. Тұқым арқылы көбейеді. Так, жақсы, мен вроде барлығын түсіндірдім.